Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға осындай өте оңай әрі тез дайын болатын печенье жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Содан соң қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Қыздар, бізде бұл печенье өте оңай әрі аз ғана қоспалардан тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осылайша жұмыртқа мен қантымызды жақсылап араластырып алдық. Қантымыз еріді. Содан соң құрғақ қоспаларымыз ұн, ванилин, разрыхлительді жақсылап араластырамыз. Және де қыздар, осы жерде сұйық май құюды ұмытып кетпеңіздер. Жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да кішкене араластырамыз. Содан соң ұнымызды салып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Біздің қамырымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Барлық қоспалардың мөлшерін жазып, описание бөлімінде қалдыратын боламын. Міндетті түрде мөлшермен жасап көріңіздер, қыздар. Өте тез әрі жеңіл дайын болады. Ешқандай да көп уақытыңызды алмайды. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осылайша қамырымызды илеп жатқан кезде қалауыңызша изюмдар қосып жіберсеңіздер де болады. Қоспасаңыздар да өте дәмді печенье шығады. Осылайша жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илеп алдық. Бұл қамырды қыздар холодильникке салып қоюдың қажеті жоқ. Илеп болғаннан соң бірден жасай беретін боламыз. Осылайша қамырымызды илеп дайындап алдық, қыздар. Енді кезекте таразының көмегімен барлығы бірдей болу үшін осылайша өлшеп салсаңыздар да болады, немесе көз мөлшерімен жасай берсеңіздер де болады. Мен мұнда 29-30 граммнан алып жатырмын, қыздар. Егер де сіздер үлкенірек етіп жасайым десеңіздер, 45-50 граммнан алып жасасаңыздар болады. Тек қана олай үлкен 45-55 граммнан жасайтын болсаңыздар, кішкене ұзағырақ пісіресіздер, 20-25 минут, ал осылай кішірек етіп 29, 30, 20, 25 граммнан жасайтын болсаңыздар, 10, 12, 15 минуттай ғана пісіріп алатын боламыз. Одан ұзақ пісірмейміз, қыздар. Осылайша дайын болған печеньеларымызды міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минутта пісіріп аламыз. Мінекей, қыздар, біздің печеньеларымыз дайын болды. Қалауыңызша бетіне сахарный пудра сепсеңіз, немесе шоколадты ерітіп жақсаңыз да болады. Өте оңай әрі тез әрі дәмді болып шығатын печеньелардың бірі. Қыздар, міндетті түрде печеньені пеште ұзақ ұстамаймыз, тек 10-15 минутта пісіп шығады. Осылайша біздің печеньеларымыз дайын, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.